өзіміздің қазақ азаматтарының, қазақ азаматшаларының, енді бізде осы қоғамның бір мүшесі болғаннан кейін ары бері жүреміз, елдің ортасында жүріп атамыз. Жаңағындай бір орталықтарда боламыз. Сонда осы шүлдірлеп баласымен, не болмаса немересімен басқа тілде, өзінің ана тілінде сөйлемей, басқа тілде сөйлеп атқандарға мен расында жиіркенішпен қараймын. Өз басым тіксініп қаласыз ба бірден анандай бір соны естігенде құлағыңызға тиген уақытта сондай бола ма? Ол тіксіну өз алдына, тіксіну өз алдына. Мен айтып отырмын ғой, мен оны аузыма түскен сөз емес, расында жиіркеніп қараймын. Өте жиіркенішті жағдай. Өзің қазақ ұлтының өкілі бола тұра, қазақтан туып, бойыңа сол қазақтың бүкіл болмысын ананың сүтімен сіңіре отыра, өз ұрпағыңа өз сол ана тіліңде сөйлей алмау деген, ол өзіңнің ата-анаңды біріншіден тәрк ету. Өзіңнің болмысыңды тәрк ету, ұлтыңды тәрк ету. Бәрін жоққа шығару деген сөз. Мен енді алғашқы кезде ескерту де жасап көрдік. Жұрттар өте жаңағы ашуланып, өзіңе дүре қарсы сөйлеп, содан кейін қазір мен ондай кісілерге ескерту де жасауды қойдым. Тек менде бір жиіркеніш пайда болады ондай кісілерге. Болды.